Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы Бөрлі ауданының Березовка ауылындағы балалардың белгісіз газдан улану оқиғасына байланысты қылмыстық іс қозғады. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада аталған ауылдың өздерін жайсыз сезінген 31 тұрғыны Бөрлі аудандық ауруханасына жеткізілген еді. Бүгін тағы қызуы көтеріліп, басы ауырған 7 адам дәрігерлердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болған. Олар Әубастана, Қарашығанақ кенішінен ауаға зиянды қалдықтар таралуы мүмкін деген өз болжамдарында айтқан. Тұрғындардың болжамы расталды. Жағдайды тексеріп жатқан тиісті мекемелердің қызметкерлері қараша айының 17-сінен бастап 29-на дейін 5 рет аталған кеніштен күкірт сутегі газдың ауаға таралғанын анықтады. Қаншалықты мөлшерде екені әзірге белгісіз. Қазір осы оқиғаға қылмыстық кодексінің 282 бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Ал Березовка ауылының тұрғындары кеніш маңындағы санитарлық аймақты ұлғайтып, ауылды қауіпсіз жерге көшіруді сұрап отыр. Пояснению сотрудников КПО БИВИ мамандары электр қуатының болмай қалуынан қондырғыларының бірі істен шыққанын айтты. Ол газды кері айдауға арналған компрессорлық қондырғы. Демек жанып кетуі тиіс газ осылайша ауаға таралған. Тергеу тексеру амалдары 1,5-2 айға дейін созылуы мүмкін. Кінәлілер анықталып, жазаға тартылатын болады.